Баршаңызға сәлем, мен бүгін сіздермен өте дәмді бір істегеннен керемет шығатын булочкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды, қантымызды, тұзымызды, еріген сары майымызды және де жұмыртқамыздың ағы мен ашытқымызды салып, бір келкі маса болғанша араластырып аламыз. Сұйық массамызды араластырып болғаннан кейін еліктен өткізген ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Бір сағат өтті, міне қамырымыз өте қатты көтерілді. Енді қамырымызды шығарып, үн себе отырып, бөліктерге бөлеміз. Булочкилерімізді формаға келтіру үшін алдымен осылай кіші-кіші бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымызды осылай кіші бөліктерге бөліп алғаннан кейін қамырларымызды бір-бірден жайып шығамыз. Қамырларымызды өте қалың немесе өте жұқа етпейміз, орташа қалыңдықта жайып аламыз да, осылай видеодағыдай кесіп шығамыз. Сосын ортасына кез келген начинка түрін салсаңыздар да болады. Мен ешқандай начинка қолданбадым. Немесе өз қалауларыңыздағы формада етіп істеп шықсаңыздар да болады. Орайтын кезде арасына кез келген начинканы салсаңыздар болады. Мысалға шоколад, нутелла, немесе варенье, сгущенка дегендей. Өзі дәмді болғандықтан мен ешқандай начинка қолданбадым. Табамызға пергамент қағазын төсеп немесе сұйық маймен майлап аламыз да, булочкаларымызды қаттарына салып шығамыз. Сосын бетін жауып көтерілгенге дейін жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағат өткеннен кейін жаңағы жұмыртқаның қалған сары уызын жағып шығамыз да, 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің булочкилеріміз дайын, жасап көріңіздер, өте дәмді керемет шығады. Үйдегі бар заттармен жасалынады. Барлықтарыңызға ас болсын.